Қайырлы күн, қымбатты достар, және мерекенің құрметті қонақтары. Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости праздника. Сегодня наш праздник посвящен дню рождения нашей Республики Казахстан. 25 октября 1990 года был принят документ о суверенитете нашей страны. Мереке құтты болсын, құрметті әріптестер. Республика күнімен. Қазақстан алтын күн, жанымызда жарылқайтын жарқын күн, атамдың сен барлық әлем тілінде, аты менен қазақ деген халқымның. Қазақстан ұлы анам, есіміңді естігенде қуанам. Қазақстан қиял жетпес биік тау, Қазақстан жазғы күнгі гүл алам.
День Республики – это замечательный праздник, который объединяет всех, кто неравнодушен к судьбе нашей Родины, кто гордится ее уникальной природой и славной историей, победами предшественников и достижениями современников. Сахна төріне Рудный қаласының әкімінің орынбасары Азамат Қуандықұлы Ысқақов шақырылады. Поздравляю вас от имени акима города Рудного Исмагема Куандыка Айдаровича с приближающимся праздником Днем Республики Казахстан. Республика Казахстан является многонациональным государством, и нас объединяет одно – ответственность перед новыми поколениями за настоящее и будущее республики. Наша республика сегодня располагает достаточными инновационными технологиями, квалифицированными кадрами, современными системами образования, здравоохранения, культуры, чтобы уверенно смотреть в будущее. От всей души желаю вам крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и дальнейших успехов. С праздником! Құрметті Азамат Қуандықұлы, қаламыздың лайықты ұстаздарына марапат рәсімін табыстауды сұраймыз. Благодарственным письмом акима города Рудного в честь празднования Дня Республики за добросовестную и безупречную работу награждается Зелинская Елена Николаевна, бухгалтер Ясный Сада номер 3. Абуова Эльмира Саматовна, Рудный қаласы білім бөлімінің номер 2 балабақшасының медбикесі. Қошеметіміз аяймай тұрайық. Борова Екатерина Андреевна, уборщик служебных помещений Ясный Сада номер 5. Азамат Қуандықұлы, сізге үлкен рахмет. И традиционно общее фото на память. Ну а зал давайте поддержим наших награждаемых.
қаласының білім бөлімінің басшысы Жәнебаев Темірхан Бекбергенұлына беріледі. Құрметті қонақтары, сіздерді республикамыздың әр азамат үшін айтулы береке республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Республика күні жаңа Қазақстан ұрпағының өзінің бастауы мен сабақтастығын мойындауының тарихи еңбегінің халқымыздың мемлекеттік тәуелсіздік жолындағы ерік жігерін құрметтеуінің белгісі. Этот праздник является олицетворением единства многонационального народа, беззаветной любви каждого из нас к родному краю, пониманию нашей исторической общности и значительного потенциала республики. В преддверии праздника хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов. Пусть вашим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициатива. Хочется пожелать, чтобы все вы всегда были окружены теплом и любви своих близких, уважением коллег. С праздником, уважаемые коллеги, любви, добра, мира, благополучия вам. Мереке қарсаңызда сіздерге зор денсаулық, бақ береке, шығармашылық, шабыт, барлық кәсіби жоспарларыңыздың орындалуына тілектеспін. Рахмет. Уважаемый Тимурхан Бекбергенович, просим вас продолжить церемонию награждения. Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының мадақтамасымен білім беру ордасындағы табысты жұмысы, жоғары кәсібилігі мен құзыреттілігі үшін марапатталады. Берманова Қымбат Исламбековна, Рудный қаласы білім бөлімінің Бейімбет Майның атындағы нөмір 7-ші мектеп гимназиясының директоры. Костанайской области за добросовестный труд, высокую компетентность, вклад в развитие библиотечного дела награждается Журавлева Майя Алексеевна, методист по библиотечному делу, отдел образования города Рудного, заведующая школьной библиотекой гимназии номер 2. Петровна, заведующая школьной библиотекой общеобразовательной школы номер 1. Засака Наталья Сергеевна, заведующая школьной библиотекой гимназии номер 5. Нұрғазина Мадина Қабдуалиевна, номер 15-ші жалпы білім беретін мектебінің мектеп кітапханасының меңгерушісі. Перегородьева Наталья Анатольевна, заведующая школьной библиотекой Качарской общеобразовательной школы номер 1. Үздік педагог атағын беруге арналған республикалық конкурстың қалалық кезеңінің жеңімпазының куәлігі табысталады. Мунтаева Алия Саиновна, Рудный қаласы білім бөлімінің номер 2-ші гимназиясының қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. Учитель английского языка школы-лицея номер 4. Үздік педагог куәлігі Алтыбаев Асхат Бектемесовичке ұсынылады. Дмитрий Карпович атындағы нөмір 14-ші жалпы білім беретін мектебінің орыс тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. Учитель музыки общеобразовательной школы номер 17.
Түйекбаевна, Рудный қаласы білім бөлімінің кешкі мектебінің орыс тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. И, конечно же, традиционно фото с награждаемыми. Марапат Құттыболсын. Темірхан Бекбергенұлы, сізге үлкен рахмет. Марапаттау рәсімін жалғастыру үшін Қостанай облысы білім және ғылым ұйымдары қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағының төрайымы Амина Оразаевна Мұртазаева сахнаға шақырылады. Федерацией профсоюзов Республики Казахстан 2022 год объявлен годом социального партнерства. За успешное социальное партнерство трудовых коллективов грамотой локального профсоюза работников Организации образования и науки Костанайской области награждается Кабалья Ирина Владимировна, директор школы-лицея номер 4. Нурова Ира Шарифуловна, директор гимназии номер 5. Бирманова Қымбат Исламбековна, Рудный қаласы білім бөлімінің Бейімбет Майлин атындағы нөмірі 7-ші мектеп гимназиясының директоры. Смагулова Гүлжазира Гениатовна, Рудный қаласы білім бөлімінің нөмірі 19-шы жалпы білім беретін мектебінің директоры. Ваганова Ирина Николаевна, директор Дворца развития и творчества детей и юношества. Деятельности победитель 2022 года среди городских филиалов стала Рудненская городская организация профессионального союза работников образования. Ну и традиционно завершение фото на память. Море оваций специально для наших работников. Еще раз. Елу елдің қатарына кірді.
Қазақстан 2030 даму бағдарламасының мерзімінен бұрын іске асырды. Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асыруды 100 нақты қадам ұлт жоспарын іске асыруды бастап отыр. Мы гордимся тем, что Казахстан называют в мире территорией дружбы и диалога. Для людей разной веры, живущих одной мечтой о добре и дружбе, по силам задача построения нового Казахстана в новом мире. Страны, и значит наше с вами будущее. И чтобы наше завтра было светлым, сегодня все мы должны стать творцами добрых дел, дарить окружающим свою любовь. Я
адам туып өскен жер. Аспансыз, таусыз, шыңсыз құс болмағандықтан отансыз адам болмайды. Біздің барлығымыз үшін Қазақстан біздің отанымыз. Сондықтан біз өз еліміздің тарихын білуіміз керек. Оның тамырын есте сақтауымыз керек. Өйткені бұтақтарды қаншалықты еркін созылса да, кез келген ағаш өз тамырымен берік. Сегодня наше государство – лидер модернизации и развития среди стран СНГ. Но самое главное богатство Казахстана – это мир, долгие годы царящий на земле.
Алтай тауларынан Атырау мен Маңғыстау құмдарына дейін көп салалы ертістен кең Каспийге дейін ұлы дала. Біздің Қазақстан, біздің жер. Какой простор, какой покой, один
единства. Сегодня Казахстан – зрелое, сильное государство, а казахстанцы стали единым народом с общей судьбой. Как ласков мир, который ты мне подарил, как счастье темное с твоих ладоней пил. И мы родные и приемные росли, в рубашке ветер набирая по степи. Любимы были, жили все в большой семье, но повзрослев мы уходили